Тыйым сөздер. Қазақ халқының тәрбие құралдарының бірі тыйым сөздер. Бұл сөздер есі кірген балаларға жаман әдет, жат пиғыл, орынсыз қылық, теріс мінездерден сақтандырып отырған. Тізені құшақтау, жалғыз қалудың, қолды төбеге қою, ел жұрттан безінудің, үлкеннің жолын кесу, әдепсіздіктің, асты төгіп ысыраптың белгісі деп таныған және ондай ерсістерге қатаң тыйым салынған. Мұндай тыйым сөздер ел ішінде өте көп. Оның бәрін қамти алғанымен кейбір үлгілерін қағазға түсіріп ұсынып отырмыз. Дастарханды тамақты баспа. Кісі мініне күлме, кемтарға күлме. Малды, ыдысты, тамақты теппе. Суды сапырма, суға дәретке отырма, суға түкірме. Көкті жылма, шашыңды жылма. Үй айнала жүгірме, босағаны керме, құшақтама. Табалдырықты басып отырма. Үйді сабама, малды басқа сабама. Бейіт тұсынан шауып өтпе, жүгіріп өтпе. Бейітке қолыңды шошайтпа, оған қарап түзге отырма. Итке ожаумен ас құйма. Түнде үй сыпырма, түнде тырнағыңды алма. Үлкендердің жолын кеспе, сөзін бөлме. Бүйіріңді таянба, жер таянба, иегіңді таянба. Шашыңды жайма, бетіңді баспа, тізеңді құшақтама, өтірік жылама. Жұлдызды адамды санама. Сыпырғышты тік қойма, қолыңды қусырма. Ақуды атпа, адамға пышақ, мылтық кезенбе. Бос бесікті тербетпе, Құранды, тамақты баспа. Жақын адамға пышақ сыйлама. Тұзды, күлді баспа. Отты, күлді шашпа. Отпен ойнама, оттан аттама. Отқа түкірме. Нанды жерге тастама, үстіне басқа зат қойма. Бейуақытта жылама, ұйықтама. Бейуақытта кісіге көңіл айтпа. Бөркіңді теріс киме, шапанды желбеге жамылма. Үйде ысқырма, үйге жүгіріп кірме. Ауылға атпен шауып келме, мойныңа белбеу жіп салма. Айды қолыңмен көрсетпе. Құдыққа түкірме, ыдысқа түкірме, жоғары қарай түкірме. Шелектегі суға аузыңды батырма. Ақты төкпе, адамды айналма. Адамға қарап түкірме, есінеме. Жалғыз ағашты кеспе, пышақтың жүзін жалама. Пышақтың шалқасынан қойма. Таңдайды қақпа, басыңды шайқама. Қызды ұрма, кісіге, молаға саусағыңды шошайтпа. Орынсыз күлме, кісі айбын бетіне баспа. Көп сөйлеме, адамға, малға зәбір жасама. Баланы басқа ұрма, атанаға қарсы келме. Түнде суға барма, бетіңді сызба. Нанды бір қолмен үзбе. Асты үрлеме, асты жамандама. Тамақты сораптап ішпе. Қолыңды төбеңе, желкеңе қойма. Өтірік күлме, өтірік ауырма, өтірік сөйлеме. Шегіңді тартпа, табаныңды тартпа. Қыз ұлдың, ұл қыздың киімін кимесін. Мезгілсіз жатпа, мезгілсіз айғайлама, ойбайлама. Дініңді сатпа, ұлтыңды сатпа, арыңды сатпа. Құдайға, пайғамбарға, әулеттіге тіл тигізбе. Қабірді баспа, аманатқа қиянат жасама. Ант ішпе, әбес сөйлеме. Өтірік куәлік жасама, намазды бұзба. Құстың ұясын бұзба, отбасын сабама. Ұрлық қылма, зорлық қылма. Тіліңді шайнама, тіліңді шығарма. Тістеме. Саусағыңды аузыңа салма. Кісі үйінде түрегеліп тұрма.
түрегеліп тұрып немесе жатып тамақ ішпе. Саусағыңды кеземе, аяғыңды тұсама, қолыңды байлама. Көп ішінде қатты сөйлеме, қатты күлме. Желге қарсы түкірме, желге қарсы дәрет сындырма. Үлкеннен бұрын сөйлеме, үлкеннен бұрын тамақ жеме. Үлкеннен бұрын отырма, жатпа, үлкеннің бетінен алма. Рұқсатсыз үйге кірме, жұрт көзінше кекірме, қасынба. Жұрт алдында құлағыңды, мұрныңды шұқыма. Адамға қарай тоңқайма, кісіге қарап керілме. Жерді сабама, жерді тепкілеме. Баланы шошытпа, атқа теріс отырма, қайықты тербетпе. Әдепсіз сөзді айтпа, өтірік айтпа. Мақтаншақ болма, тәкаппар болма. Әйелге күш көрсетпе, малды боқтама, асты қорлама, жәндікті жәбірлеме. Маңдайыңды, басыңды ұрма. Отты, ошақты аттама. Ер тұрманды, бақанды аттама. Адамды, малды аттама. Дастарханды, тамақты, ыдысты аттама. Пышақты, қаруды, балтаны, қамшыны аттама. Жаман әдет үйренбе, жаманат шақырма, жаман ырым жасама. Ет бетінен жатпа, ерсі қимыл жасама. Шашыңды, тырнағыңды өсірме. Кісі төсегіне отырма, теріс қарап отырма, жүреңнен отырма. Сол қолмен тамақ ішпе, шалбарды басыңа жастама, қолыңды артыңа ұстама. Түнде мал санама, сыпырғышты жоғары көтерме. Түнде күл шығарма, таңертеңгі асты тастама. Көзіңді жыпылықтатпа, қолыңды кеудеңе қойма. Ерніңді шығарма, орындықта аяғыңды айқастырып отырма. Бала бетіне үрлеме, тырнағыңды тістеме. Каналыма қош келдіңіз, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыз. Рахмет.